Кеттік пе? Піссімола, бастайық. Жап-жаңа аппарат коробкадан алдық. Бракованный екен, жұмыс істемейді. Мына жерде бір жын бар ма деймін. Шығып кет, пистолет істемей ме? Жаңа істеп тұр еді. Қатын точно өлтіретін бұл. Қандай жақсы я техниканың көмегі? Теорияны боқпа. Екі саусағымен бұлай жаптайым. Басы бұлай бұрыла береді екен. Қызық егер сен тар жерде жұмыс істеп жүрсең, қара, подъезде жүрсің тар мынандай. Бұлай бұрылып аласың ба? Деп шаша бересің бе? Мықты? Мынау сапыланы деп айқайлап тұр. Şu құрыды аппарат. Болды мынаны лақтырып жіберу керек. Мына жерде аластау керек төре. Әдемілеп краскілеп шыққаныма риза болып тұрмын. Қызыл фильтр салып алу керек екен. Рахат тоқтамай краскілей бересің, тек 4 саусағыңмен басып тұрсаң болғаны. Майнан ғырнау. Краска ма, ливкас па? Көрдің бе? Красканың объем болса хабарласыңыздар. Тура осылай краскілеп берем. Валикпен мынандай жерлер краскілеу қиын болады, отыр жерлер. Мына мен краскілей бересің ба бұлай? Ё-мое, астында 1-2 килограмм темір ана. Метіп өткізіп жүрген. Бұл аппарат 1000 квадратқа шаршайтын аппарат емес. Ішіндегі сапулары бірдей, бірақ қораптары басқаша. Сұмдық жалпақ шешеді екен, е? Мынау бір 500 емес, 1000-нан басталатын сапулар сияқты. Краска расход болмайды, тесік үлкен сапулардан. Ол шеберлігіне байланысты. Ё-мое, не болды мына? Мына кетіп тұр мына жерден. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Күнделікті күйбең тіршіліктен қол босамай видео түсіруге де уақыт болмай кетті. Міне бүгін сәтін салып, осы қабырғаны краскілеуге келіп отырмыз. Бүгін біз сіздерге Oxy 450, 595 және 1295 деген аппараттармен краска шашып көрсетеміз. Екі пистолетпен шашып көрейік, сапулон түрлерін көрейік, пистолеттердің сапасын және қандай сапуло таңдаған дұрыс краскаға сол туралы көретін боламыз. Онда сөз қойып жұмысты бастайық. Ең бірінші қабырға грунтовка жағып алайық. Қазір грунтовка шашу үшін Oxy 450 аппаратын қолданатын боламыз. Қалған екі аппарат бізде ол біздің магазинде демонстрацияда тұрған аппаратты алып кеттік видео түсіруге. Ал жаңадан алған аппаратты қолданатын кезде ол жұмыс істемей қалуы мүмкін. Жұмыс істейді, поршын қимылдап тұрады, бірақ шашпайды. Сол кезде бізден алып жүрген кісілер біледі. Бұның ішіндегі шаригі заводтан келген кезде ұзақ жол жүріп қалады, сол кезде кеуіп жабысып қатып қалған болса, сол үшін суды тартпай тұрады. Сол кезде біз міндетті түрде мына жерден май құйып тамыз жіберуіміз керек. Шалқайтып тұрып. Осылай май құйып тамызып немесе шалқайтып тұрып, үстінен су құйып аппаратты қосып жүрсеңіздер, суды тартып кетеді. Содан кейін аппарат жақсы жұмыс істейтін болады ары қарай. Ұзақ уақыт жұмыс істемей тұрып қалса да, ішіндегі шарик кеуіп қалса, сол кезде жұмыс істемей қалатын болады. Ключ, набор ключтер қайда? Талибандар алып кетті. Жарайды, мынаны барайық. Шлаң мықтап қатырғаннан кейін аппараттың жоғары жағынан үнемі су май тамызып отыру керек осы жерден. Сеткіс шелекке сыймайды екен, грунтовканың ішінде ондай қоқыр-қоқыс болмау керек, сол үшін сеткісін алып саласылайық. Жап-жаңа аппарат коробкадан алдық, бракованный екен, жұмыс істемейді деп біздің клиенттеріміз бізге хабарласып жатады. Жаңа май тамызған кезде мен отверткамен шығып көрмедім, шаригі тұрған орнына жабысып қалған екен. Жаңа қосқан кезде істемеді, шалқайтып шаригін отверткамен шығып жібергеннен кейін жұмыс істеп кетті.
өсу керек давление. Мынау 300 барға дейін кетіп қалды жаңа. 250 барға барып өшті. Шлангқа кетті, обраткадан шыққаннан кейін шлангға кетті. Енді пистолетпен грунтовканы шаша берсек болады. Ё-моё. Не болды маған? Мынау кетіп тұр мына жерден. Сапло держательден, сапло салынған жерден шөп тұрмын. Қара. Бұл да көп кездесетін жағдай. Қазір ашып көрейік не болған. Ол мынау бос бұралғаннан болуы мүмкін. Көрсетесің, мынаның ішіндегі кішкентай пластик тұр ғой, сол ортасынан бөлініп кетеді. Кей жағдайда қатты бұрағаннан да болады, немесе бос бұрағаннан да болады. Қазір қатайтып көрейік, бірінші болмаса сапло держательмен жаңа домалақты ауыстырып көреміз. Сапло ұстап тұратынды орысша сапло держатель деп айтады екен, біз сөйтіп айтып жүрміз. Қазақша жақсы варианттар болса, нұсқалар болса айтыңыздар. Шықпайды, пистолет істемей ме? Жаңа істеп тұрады. Сапло бітел қалған ғой. Саплоны ауыстыру керек. Сапло міндетті түрде тесігі, мынау тесіктің ортасында тұру керек. Содан кейін сапло алдыға артқа оп-оңай айналатындай жағдайда тұру керек қой. Қатты тарттасаңыздар айналмай қалады. Центрында тұрмаса, ортасында тағы да басқа шешетін болады. Болды, жаңа сапло салдық. Бізде сапломыз бітеліп қойған екен. Тазалап отыратын уақыт жоқ. Грунтовка шашып дайындап қойдық. Дұрыс шаштым ба, қате шаштым ба білмедім. Мен бұрын тек грунтовканы валикпен ғана жағып көрген екем. Қабырғада грунтовка кепкенше біз водоэмульсияны дайындап берейік. Жаңағыдай мына шлангтарды былай қарай жылжытып тастайық. Кедергі жасады маған. Аппаратты өшіре тұрайық. Бұл бірақ өзі өшеді ғой. Қандай жақсы техниканың көмегі. Егер осы рухля болмағанда 4-5 адам таситын едік бері қарай. 1 минутқа жеткен жоқ. Біздің аппараттар сияқты екен. Біз қазір водоэмульсияға коллерлердің біреуін қосамыз, түстерін. Одан бөлек мына жерге саплоның 517 деген саплоның өзін 7 түрін алып келдім. Тексеріп көрейік деп олардың сапаларында айырмашылығы бар ма өндірушілерде, өйткені тесіктері әртүрлі болып тұр. Номері бірдей болса да тесік әртүрлі. Тіптен кейбір саплолардың түрлері бір-бірінен айнымайды, тек қағаздар басқаша жазылғанда. Одан бөлек қазір удочка 1 метрлік ұзартқышпен шашқан кезде мынандай клиншот деген нәрсені қолданып көреміз. Бұны біз сатып жүрміз, бірақ өзіміз қолданып көрмеппік. Одан бөлек малярный пленкаларды қолданып көреміз қазір. Және де тарелканы істетіп көрейік. Бұны істетіп көргеніміз қазір осы видеода да көрсетіп жүрейік. Осы туралы көбірек информация, ақпарат берсек деп отырмыз сіздерге. Пистолеттердің түрлерін айтайық. Ендеше коллерді алып қосайық, водоэмульсияны араластырып жіберейік. Қандай түсті жақсы көресіздер? Жұмысты жылдам бітіру үшін жақсы инструменттен бөлек жұмысты дұрыс ұйымдастыра білгенде дұрыс сияқты. Біз осында келіп видео түсіріп кеткенге көп болса 1-2 сағат уақыт кету керек еді. Сезіп тұрмын, қазір краскілегенді 1-2 минуттақ бітіреміз, бірақ осындай жұмыстармен біз әлі отырмыз. Тазаланбаған, осы жұмыстан кейін суға бір шай асса, ештеңе болмайтын еді. Жаңа сапло бітеліп қалды, шланг оратылып қалған, байланып қалған. Көріп отқан көрермендеріміздің арасынан осындай демонстрация жасап көрсетіп бергенге
істейтін, жұмыс істейтін адам болса, төмендегі номерге хабарласыңыздар. Бізге демонстрация жасап көрсететін арт жақта бір адам керек. Осындай жағдай болмас үшін. Мына липкастың қатпарлары ана шарындағы қатпарлар сияқты. Біреу қола ғасырынікі, біреу мыс дәуірінен қалған сияқты ғой. Көрермендерімізге қосымша ақпарат болсын, мынау қандай шелектегі аты. Осы бір шелекті мен 3000 теңгеге алдым, анау бір шелек 2000 теңгеге алдым. Білмеймін, арзан қалдым ба, қымбат қалдым ба. Бір рет сатып алып тұрмын. Колерді 4-еуін 1000 теңгеге алдым, сонда біреу 250 теңге колердің. Мынау шелектегі сапасы жақсы деді, 3000 теңге, анау сапасын нашарлау 2000 теңге деді. Негізі мен түсті алған кезде қып-қызыл болады деп алғым, бірақ бізде шыққан түсі осындай болды. Бұны көп қосу керек па? Өткенде біздің офисті краскілеген кезде сол Евгений айтқан бізге, біз алған краскымыз водоэмульсия ақ түсті да, ал краска қосқан кезде қып-қызыл болып шығу үшін ол түссіз болу керек екен, түссіз түрін алу керек екен. Біз видео түсірген кезде баласағанбыз, қызыл түс шықпады. Содан тағы бір айта кетерлігі, бұған су қосқан жоқпыз. Көп адамдар сұрап жатады, су қоспаса қою красканы тарта ала ма деп. Негізі біздің тұтынушыларымыздың көпшілігі су қоспай қолданады. Онда кеттік, бастаймыз. Бастамас бұрын пистолеттің тұмсығына мен жарты метрлік удочканы жалға басам деп отырмын. Грунтовка шашқан кезде көрдім, сәл ыңғайсыздау болды, бойым жетіңкіремеді. Қазір краска шашардың алдында мен пистолеттің ішіндегі фильтрін ашып тексеріп көріп алайын деп отырмын. Метровый жалғай қойған десек, резбасы лифкасы толып қатып қалған екен. Бүгінгі жұмыс уақытымыздың жартысынан көбі сондай жұмыстарға кетті. Бір күнде 1000 квадрат краскілейміз деп әңгіме айтқанмен, жарты күніміз осындай жұмыстармен өтейін деп отыр. Ашып тексерген дұрыс болып, ішінде фильтр жоқ екен. Фильтр салу керек. Болмаса қазір сапломыз қайта-қайта бітеліп, жұмысымыз жүрмей қалады. Пистолеттің ішіне фильтрмен дайын тұр екен. Осы пистолетті қолданысылайық. Фильтр тап-таза. Ана пистолеттің ішінде лифкас толып тұр екен. Оны қазір лифкас шашқанын қолданайық. Кеттік бе? Сымыла бастайық. Қанша минут болды төре? Енді жылдамдығы мықты, маған ұнады. Әшейін қолың бұлай ары-бері тербетіп жүресің. Бірақ 2-3 жерде мен мынандай болды. Валикпен үстінен бір жүріп өту керек. Түкіріп жіберді. Сосын шашып жатып мен ойыма келгені, мынау аппараттың ішінде комплекті бір сетка болатын. Сол шелектің бетіне келетін сетка. Ол красканы сүзіп алуға арналған. Мүмкін красканы сол сеткадан бір өткізіп алу керек шығар, сонда қоқыр-қоқыс мусорлар бұлай кетпейді. Сол кезде бірі қалыпты бір келіп шашатын болу керек. Келесі қазір үстінен шашайық, тағы да бір түсте көріну үшін. Сол кезде біз сеткадан өткізіп алайық. 30 квадрат краскілегенге осындай жер ғана кетті шелектің. Одан бөлек ненің ішінде де тұр, қазір шлангының ішінде де. Бір краскілеуге көп болса бір 2 минут қана уақыт кетті ғой деймін. Бірақ жаңа красканы түкіріп шашқаны арасындағы. Соны бірінші біз сүзгеннен көрі фильтрін ауыстырып көрейін деп отырмыз. Ішінде сұр түсті фильтр тұр. Ол кішкене ірілеу болған үшін
қоқыс өтіп кетіп жатқан шығар. Қазір мына қызыл фильтрді салайық. Сол кезде мүмкін біздің мәселеміз шешіліп қалар. Егер шешілмей жатса, біз онда шелекті сүзетін боламыз. Мына жаңа обратканы ашып қойып едім, үстіге бірақ шашырады. Сол үшін мына обратканың шлангысын міндетті түрде ішіне салып тұрып кранды ашыңыздар, Мына сіртин қатын өлтіретін болып. Қызыл фильтрді көрейік. Негізі бір слоймен де жап-жақ шыққан сияқты. Екінші слойды үстіне шашып өтейік. Болды. Әдем болған сияқты. Мына жерде бір жым бар ма бірдеңе. Тура осы жерге келген кезде тағы да түкірді тура осы жерде ғана. Бірақ осының басынан аяғына дейін краскілеген кезде ешқандай мәселе туындаған жоқ. Тек осы жерде ғана. Мына жерде аластау керек деп. Енді осы аппаратпен шыны керек әдемілеп краскілеп шыққаныма риза болып тұрмын. Керемет, өте әдемі болды. Бұл аппаратты сатып отқан ең мақтағандықтан емес. Шынымен де әдемі болып шықты, жалтырап. 2 рет краскілеу керек екен, сосын қызыл фильтр салып керек екен. Жаңа ірі фильтрден бітеліп түкіріп еді арасында. Осы жолы бір жерінде ғана түкірді. Оның себебін енді бұл фильтрдің резинкасы болмаған үшін мүмкін қоқыс өтіп кетіп жатыр ма білмедім. Рахат, тоқтамай краскілей бересің, тек 4 саусағыңмен басып тұрсаң болғаны, ары-бері тербетіп жүре бересің. Әдем болып шықты. Краскың объем болса хабарласыңыздар. Тура осылай краскілеп беремін. Енді экспериментімізді ары қарай жалғастырып, басқа түстегі колер қосамыз ба, қазір немесе осы водоэмульсияны толығырақ пайдалану үшін енді бұл аппараттар негізі кез келген красканы шаша береді, құм болмаса болғаны. Оның ішінде лак, масляный краска, темір бояуға, ағашқа сондай краскілерді бола береді. Жаңа грунтовканы шашып тастадық ең басында. Бірақ водоэмульсиямен қазір колонна ригельдерге шашайық. Шашпас бұрын бұның басына клиншотты қойық, өйткені бұл трубочка 50 сантиметр болса да тұтқа. Соның өзінде түкіріп тұр кішкене. Сіздерге камерадан байқала ма, байқалмай ма қазір көрсетейінші. Там басып жіберген кезде трубаның ішіндегі қалған красканың давлениесімен ана жерге түкіреді ғой. Әне көрдің бе? Әне тұр. Әне түкірді, көрдің бе? Міне точка тұр ғой міне. Енді жақыннан басып көрейін, мүмкін жақыннан жақсырақ көрейін. Көрдің бе? Бұл труба қаншалықты ұзарған сайын ішіндегі жиналатын сұйықтықта көбейеді. Соның кесірінен пистолет жіберген кезде бұл пистолет мына жерден ғана өшіреді, түбінен ғана. Қалған не өзінің қысымымен сыртқа қарай түкіріп жіберетін болады. Сол үшін клиншот деген зат бар. Қазір клиншотты қойық. Бірінші. Содан кейін жаңа роликпен басқа түсті краска шашамыз. Жаңа шешіп тастаған фильтрді көрейікші, не болды екен. Сыртында қоқыс. Андай мусорлар ғой, кішкентай тұр ғой, міне мусорлар. Осылар бітеліп қалады ғой. Сол үшін бұны жұмыс біткеннен міндетті түрде неғып шешілмейді, мына крышкасын шешу керек та. Сосын сеткісін ашып тазалап тастау керек. Мына сеткіні жуып тазалау керек. Сыртында міне кішкентай қоқыстар тұр. Бұны жууды кейінге қалдыра тұрайық. Мен клиншотты жаңа ауыстырып қойдым, дайындап. Ой, ой. Мына жерден шығып кетті оны. Қатын точно өлтіретін бұл. Клиншот деген нәрсе мен тұтынушыларымызға айтып жүрдім, бірақ өзім қалай жұмыс істейтінін көрмеген екем. Басы былай бұрыла береді екен. Қызық, егер сен
тар жерде жұмыс істеп жүрсең, қара, подъезде жүрсің, тар мынандай. Бұлай бұрылып аласың ба? Деп шаша бересің бе? Мықты? Қара. Сосын түкірмейді. Жаңа бірінші бұраған бос боқ болған екен, теріс айналдырдым, теріс қарақ болды, жарайды. Батырға оң сол бәрі бір деген. Кеттік. Қай жерге? Қай жерге кеттік? Мына жерге көрсетейін. Жүзі ұстап. Түкіріп жатқан жоқ бағанағыдай. Бір-екі жерде тұр, бір-екі тамшы ол. Мынаның аузынан бүйтіп ағып жатқан кезінде мен басып қалдым да, соны шашыратып жіберді. Бұлай пистолетті басып жіберген кезде шашпайды екен. Қара. Көрдің бе, шашқан жоқ. Жер тап-таза болып тұр. Мынандай колонналарды краскілеген кезде сізге 500 деп басылатын емес, алдыңғы саны 2-ден 3-ден басылатын сапулар керек. 317, 217 деген сияқты. Немесе оны сәл бұлай айналдырып қойсаңыз, олай да бола береді. Көрінді ме? Далаға шашқан жоқпын да. Валикпен мынандай жерлерді краскілеу қиын болады, анау қотыр-қотыр жерлер. Мына мен краскілей бересің ғой бұлай. Мына мен қызық екен, шашып ойнай беруге болады, бірақ уақыт өткізбей. Біз клиншотты қолданып болдық, тексердік. Клиншоттың жұмысы ұнады. Енді тарелкамен істеп көрейік жұмысты. Жаңа мысалға осы жерге дейін қызыл, ары қарай ақ болып тұратын болса, қалай краскілейміз ондай жағдайда. Соның 1-2 нұсқасы бар бізде. Қазір соны көрейік. Қазір шлангының ішінде біраз краска қалды, соны қайтадан шелекке құйып алайын деп жүрміз. Білмейтіндеріңіз болса, лайфхак. Давлениесін азайтамыз. Бірақ мынаның ішінде әлі давлениемен тұр, сол үшін мына суытсаймыз айтып. Ё-май, наңғырын ау. Краска ма, ливкас па? Балшық сияқты мен. Біз жаңа 2000 теңгелік арзан красканы 2 шелекке бөлдік, 2 түрлі краска қосайық деп. Бұл красканың айырмашылығы жаңа 3000 теңгелік краскаға қарағанда қою екен, бір кәдімгі ормандағы балшық, батпақ сияқты. Миксер кіріп кетіп, әрең шығардым ішіне. Де, қалсын. Ё-май, астында 1-2 килограмм темір, метіп өткізіп жіберген. Басында қазір клиншот тұр, трубочка жалғанған үшін. Сосын тарелканы сақ қойдық, мен білмеймін, қолдан көрмедік. Бұған негізі 211, 207, 208 деген кішкентай сапулар керек еді. 100-ден басталса да жақсы. Бірақ бізде өкінішке орай жаңа офистен шыққан кезде ұмыт кеттік. Біздің складта ондай ұсақ-түйек сапулар сақталмайды. 211 деген сапулы бір жағы бітіп те қалған. 517-ні сақ қойдым. Ол қазір тарелкаға тиіп ағатын болады бітіп. Бірақ сіздерге сонда да көрсетіп кетейін, қалай бұл тарелканың жұмыс істейтінін. Бұған міндетті түрде кішкентай сапулы салу керек, градусты кішкентай керек, тесің диаметрде кішкентай болу керек. Содан кейін фильтр, қызыл фильтр міндетті түрде болу керек. Әйтпесе қоқыс өткеннен кейін жаңа кішкентай сапулыға бітеліп қала беретін болады. Көрдің бе? Түсіреді екен линия. Тез жылжыту керек қой, мына жерге шешек бұрышқа. Тез жылжытсақ қандай болады екен? Тоқтап қалған жеріне красканы түкіріп тастады. Қолдан оңай емес пе? Қалай, Мәке? Буландырып ештеңе болған жоқ, е? Солай сәл бір көрейік. Сәл градусын өзгертіп көрейін. Мынау сапылы үлкен болғасын ағызып жіберіп жатыр ғой.
Қашма әке. Бұл жыл кішкен басқыша болды. Дұрыс болмады мынау. Саплауға мусор бітелді ғой деймін. Жалпы мына жерде қарап отырсаңыздар, мынау роликтің жүрген ізі бір бөлек, қалған бір бөлек. Демек, мына градусын өзгерту керек. Онсыз да роликсіз де осылайша жақыннан ұстасаңыздар. Ол ешқандай да краскамен қорғап тұрған жоқ қазір. Енді көрейік. Енді роликтің ізімен кетті, бірақ тура роликтің шетіне түкіп тастады. Демек, менің ойым бойынша бұл ролик красканы қорғағаннан бұрын осылай қабырғаны тиіп ұстап тұру үшін ғой деймін. Бұрыштарды краскілеріңізді есіктің жақтауларын шетін бояған кезде сол бұрышқа роликті тіре боласыздар да, сол роликті дөңгелете отырып шашасыздар ғой, сонда ар-бері жылжып кетпеу үшін қолды түзу біркелкі ұстау үшін ғана көмектесетін сияқты. Бұл краскіден қорғау үшін емес. Енді мынау роликтің шетімен шашылып жатыр краска, бірақ сол жерлеріне кішкене қалың түсіп жатыр. Бірақ астында да ізіне қалың кетіп жатыр енді. Осы сұрақты шешу үшін Америкаға барып келіп қойдым. Бұлай бояса ешкім қабылдамайтын көрік. Мынау балабақшада балалардың қағазға салған суретін айнымай қалды. Енді біз жаңа клиншотты қолданып көрдік, тарелканы қолданып көрдік. Енді не қалды қолданбаған? Красканы оқшаулау үшін екі түрлі краска қолданатын кезде бұл тарелкадан бөлек бізде малярный пленка бар. Қазір соны қолданып көрейік. Болмады. Малярный пленка деп айтып жүргеніміз мына зат. Қазір базарларда да көптеп сатылып жатыр осы зат. Бұның бір ерекшелігі осындай кішкентай болғанымен, мына мысалы 30-40 сантиметр болу керек, жазылмапты сыртында. 1,5 метрге дейін түседі. Мына жерге жабыстырсам 1,5 метрге дейін төмен салақтап тұрады. Кішкентай болғанымен осындай ұзын бұл. Сосын өзінің желімі бірге жүреді. Міне осымен пленкамыз дайын. Оп-оңай бір шетінен бастап тартып екінші басына қарай барасыздар, жыртып алып тастай саласыз. Бұның кішкене кейбір жерлер ұстамай жатыр, екі шетінде, өйткені ар жағында краска әлі кеткен жоқ, оны күтетін бізде уақыт та жоқ. Олай болса, мына төбесін краскілейік. Аппараттың қысымы қазір 300-ге барып тұр екен. Одан сайын өршеленіп жатқан сияқты. Шаршамадың ба? Кеттік онда. Тағы да экспериментімізді жалғастырайық. Бұл аппарат 1000 квадратқа шаршайтын аппарат емес. Саплауымыз бітеліп жатыр. Тазалап алайық. Негізі кепкеннен кейін тағы бір рет шашу керек. Содан кейін бірақ жылған дұрыс болады. Өйткені бір слоймен краска дұрыс болмайды. Бір слоймен шығатын краскалар болады, олар қымбат жүреді. Мүмкін солар эконом шығар. Айдан білек. Арзан краска алып 2 рет жаққанша. Әдем болды ма? Мына әдем болды. Қандай пленканы қолдансаң дұрыс сияқты ғой роликке қарағанда. Біз қазір осы аппаратпен темірге краска шашайын деп отырмыз, бірақ водоэмульсия шашқалы жатырмыз. Айтайын дегеніміз, бұл масляный красканы домалақ қып, водоэмульсияны бір сыз қып шашпайды. Водоэмульсияны қалай шашса темірге, масляный красканы да солай шашады.
Мына аппаратқа қарағанда валик дұрыс екен дейтіндер жоқ болу керек осы видеодан кейін. Мына жер әдемі болып шыққан сияқты анаң қарағанда. Бірақ алыстан ұстап шашқан сайын, алыс ұстаған сайын булану көбірек болады. Мына жаққа краска шаң болып ұшады. Жақын ұстағанда краскілеу сәл қиындау екен. Ана жерде іздер қалып кетті, ағып кетті. Көбірек шашып қоясың да бір жерде тұрып. Ал алыс ұстағанның біркелкі әдемі тегіс түсті. Қалай краскілеу жағын аппарат сатып алып жатсаңыздар, өздеріңіз күнделікті жұмыс барысында бір әдісін тауып аласыздар. Адамнан айла асқан ба, е? Біз бағандан бері 517 және 519 деген сапулармен шашып келе жатырмыз. Енді тесік үлкенірек сапуларды көрсек деп отырмыз. Мына жерде 521, 523, 525, 526 деген сапулар бар екен. Сосын 517-ні жетіп түрін көріп отырмыз. Солардың бәрін қолданып көрмес бұрын мынаны көрсете кетейін сіздерге. Ішіндегі сапулар бірдей, бірақ қораптары басқаша. Бір заводтан шыққан сапулар ғой, әртүрлі сататын фирмалар осылай әртүрлі қораппен сатқан ғой. Негізі сапулон таңдайтын кезде сіздер бір фирмадан алғандарыңыз дұрыс болады, бір түрлі. Мысалы, осы сөртісі сапулон таңдасаңыздар, тек осы сөртісінің номерларымен есептеп жүрсеңіздер шатыспайсыздар саны. Тесттің диаметрі өзгермейді. Өйткені мына жерде мысалға мынау 517-ге қарағанда келесі 517-ші сапулон тесігі ұқсамайды екеуінің. Екеуінің шашуы екі түрлі болу керек, тесігі ұқсамағандықтан. Сол үшін қазір бірінші 517-lik сапулодан екіншеуін шашып көрейік, айырмашылықтарын, сапасында айырмашылығы бар ма, жоқ па? Менің қолымда қазір 9-дай сапуло тұр, пистолеттің басынан қосқанда 13-тік сапуло. Бір қызығы, қора бірдей болғанмен ішінен әртүрлі сапулар шықты. 3 сары қорап, бірақ ішіндегі сапулар түрі әртүрлі. Сосын жаңағы мынау қорабы әртүрлі, бірақ ішіндегі бірдей сапулардың ішінен мен тек біреуін ғана алдым. Ең қорабы ұнаған, сапалы көрінгенін алдым. Мүмкін мына екеуі копия болуы да мүмкін, мүмкін үшеуі де бірдей болуы мүмкін, е? Мүмкін дей бермейік қазір. Көрейік. Сонымен сапулоны бір рет қана шашып өтеміз. Қалай шашқанын екі рет өтеге, астыға бір, қайтып үстіге қарай өтемізді. Сол сапулоны осы шегелерге қақ қойдым, соған іліп отырамыз. Содан кейін бәрін шашып болғаннан кейін көреміз сапалар қалай болды, қайсысы қалай шашты. Қызық болса, аяғына дейін көріңіздер. Пистолеттің басында тұрған сапулодан бастадық. Бұл сапулон номері 519 екен. Көрейік. Маған бір адам осы сапулон мақтап еді. Bismillah. Жақынырақ бір шашайын ба? Алыстан шашып тадым ғой. Жақынан, может 30 сантиметрден басқаша болатын шығар. Что-то план жылан болды, оның шегім айтып отырады. План жылан болды, мынау. Мен шегім қайда, шашқанымыз қайда қалды. Өйткені негізі заң бойынша бұны 30 сантиметр арақашықтықта ұстау керек деп айтылған қабырғадан. Ал біз бірінші шашқан кезде тым алыстан шашып қойдық. Негізі 30 сантиметрден шашсақ, мен шегелерім тура келіп деғанда екен. Енді мына сапулоны мына жерге келе салайық. Келесі сапуло 517 дейді. Мынау да сұр, бірақ бізде тағы да бір 517 бар. Міне екеуі ұқсамайды, көрдіңіздер ме? Осы сапулон туысқанын алайықшы. Екеуі бір заводтан шыққан екен. Мына бәрі жасыл краска, әртүрлі краска тығып керек қойды. Мына жерге бастық. Bismillah, кетті. Әдемі шашқан сияқты болды, е? Мен жүру жылдамдығыма да байланысты сияқты болды. Ақырын жүрсем осылай анық түсетті. Бұлай сапулоны тексере алмаймыз ау шамасы.
517 мына жерде. Заводтікі 521 саплон саламыз. Саплон тесігі диаметр сәл ірілеу. Ол бірден байқалды, мен жаңағы бірінші саплон сияқты шашам деп көбірек ұстап тұр едім, бір жерге үйіп тастап. Жылдам қимылдату керек. Келесі 517 саплон тағы да басқаша салайық. Өнерін көрейік. Шашпас бұрын мына кісінің орнына жайғастырып кетейік. Не айтуға болады? Мынада кішкене тамшылар пайда болды ғой. Саплодан емес пе екен, Тағы бір рет шашып көрейінші, не қалай болады? Мынау кішкене шашты көрдің бе? Саплодан болуы мүмкін бе? Осы жол мына сапломен шашқан кезде мынандай түкіріп тастады. Кейбір клиенттеріміздің осындай жағдайға кезігіп жүргенде шығар мүмкін. Ол саплодан болуы мүмкін. Қазір ештеңе дей алмаймыз. Әлі бізде алдыда 4-5 сапло бар, тексеріп көретін. 517 сапло қара. Мынау сапло чөткі шашқан сияқты ғой. Қара? Жүзі кішкене түкіріпті. Тоқта, қайттан астынан бір алып көрейін. Мүмкін бұл да түкіретін сапло ғой жұмыстың. Мынау сапло ұнап тұр маған. Не жерге, алыстау жерге бір шашып көрейінші, осы сапло ұнап тұр маған. Левкасты кетейін. Әдемі шашты, түкірген жоқ. Мынау сапло ұнады. Мен де ажырата бастағандаймын. Сұр түсті күңгір саплолардан құтылдық. Енді бізде келесі кезекте түрлі түсті саплолар қапты. Әуреті көрейік. Күлген түсті. Көңіл күйімізді көтеріп тастамасын осылар. Әжіптәуір бұлда, қән бұлай көрейге. Жалпы бірінші шашқан адам аппаратпен шетіндегі сызықты көріп түсінбей қалатын керек, бірақ жалпы краскілеген кезде бұл шетіндегі сызық мүлдем білінбей жатыр. Жоқ кете береді келесі слойлар шашқан кезде. Жалпы саплоға байланысты емес қой деймін көп нәрсе. Соны істеп жүрген адамдарға байланысты. Сонымен бүгінгі кешімізді жалғастырамыз. Сіздердің алдарыңызда 517 сапло. Бісміллә, кеттік. Мынау саплоның басқа 517-ге қарағанда бұрышы үлкен сияқты. Мыналардың барлығын 5-тен басталады деп айта алмай қалдым градустары. 50 градус шықпайды. Өйткені мына саплоны жақын ұстасам да ол өте жалпақ шашып отыр. Мына жерге мынаның үстіне шашып көрейік. Сұмдық жалпақ шашады екен, мынау бір 500 емес 1000-нан басталатын сапло сияқты. Жақынырақ ұстап көрші қалай болады екен. Жақынның өзінен жалпақ шашып тұр негізі. Немесе аналардың градустары дұрыс емес. Или мынаның градусы дұрыс емес. Орнына жайғастырайық. Арасында мынандай тамшылардың пайда болуы бұның мына жерге
мынау трубкамен шашқаннан кейін мына жерге жиналады ғой деймін. Соны шашқан кезде соны итеріп кетіп отырады да ана жерден. Қызық. Мынау жаңа саплоның туысқан бір заводта шығады. Ол да 50 градуста, анау да 50 градуста. Бірақ оның градусы мынаған қарағанда әлде қайда жалпақ. Мынау 521. 521 екен көрініп тұр, тесін диаметр үлкен екені. Ірілік түседі. Шашылған кезде мынау сосын қалың слой кетті бірден. Краска расход болмайды тесік үлкен саплулардан. Ол шеберлігіне байланысты. Тесік үлкен саплумен мүмкін бір слоймен де өтіп кетуге болатын шығар. Бірақ абзалы көп шеберлердің қолданып жүрген ол 517 саплу. Кракомен қолданып жүргендердің кейбіреу одан да кіші саплуларды қолданады екен. Біздің де тұтынушыларымыздың көпшілігі 517 мен немесе 519 мен краскілеу жүр. Красканың түріне де байланысты таңдау керек шығар саплуны. Мына кісіні күттірмей орнына жайғастырайық. Бұл саплодан емес, краска өтіп қалды бізде. Мынау красканың қоюлығын енді айтамайым, мынау бір оливкас сияқты. Ей, түсіндер ме? Так, мынау ауа сорып қалған жағдайда міндетті түрде обраткадан шығару керек. Бірақ мынаның шетінде екі сызық қалған сияқты. Бұның бетін жауып кетіп жатқан сияқты көзбен, бірақ қалың сызықтар сонда да қалып кетуде. Мүмкін кепкеннен кейін жоғалып кете ма. Бірақ саплу маған ұнамады. Бұл бізде 523 саплу екен. Бұны ілетін жер жоқ, өкінішке орай, сол үшін мен қазір бұны қоқысқа лақтыра салайын деп отырмын. Десе, қалсын. Бұл видеоны біз кеше аяқтауымыз керек еді. Өкінішке орай біздің камераның батарейкасы отырып қалды. Сонымен кеште болып кетті, үйге қайттық. Осы видеомыз тым ұзаққа созылғаннан кейін біз осы жерден аяқтасақ деп шештік. Бұл видео біздің Oxy 450 аппаратымен саплулар туралы болды. Саплулардың ішінде маған ұнағаны қара саплу мен сұр түстегі 517 деген саплу ұнады. Және де осы екі саплу тексерілмей қалды. Осы екі саплуны және ұнаған екі саплуны ары қарай да тексеріп көретін боламыз. Екі пистолетпен покраска шашып көреміз. Ол туралы видеоны көргіңіз келсе, сіздер келесі видеоны күтіңіздер. Осымен аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.